214 оқу ағылшын тілі оқу кабинетінің меңгерушісі 2023-2024 оқу жылына арналған ағылшын тіл кабинетінің жабдықталуымен таныстырғым келеді. Кабинет топтық құрамдағы оқушылар құрамына арналған. Кабинетте мұғалімге арналған бір компьютер және интерактивті тақта бар. Осы интерактивті тақта негізінде оқушылар электронды оқулықтармен жұмыс жасай алады. Толықтай кабинет жарықтандырылған. Тіл үйренуге деген қызығушылықтарын арттыру барысында сонымен қоса оқушылар электронды кітаптармен де интерактивті тақтаны қолдана отырып жұмыс жасай алады. Үзіліс кезінде оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында жылжымалы бұрыштарда ұйымдастырылған. Оқушылардың сабақтан алған әсерлері мен сабақты қорытындылау барысында рефлексия бұрышы жасақталды. Осы бұрышты қолдана отырып, оқушылар күнделікті сабақта өздерінің әсерлерімен бөлісіп отырады. Жас мамандарға әдістемелік көмек беру мақсатында әдістемелік бұрыш жасақталды. Бұл бұрышта мұғалімдерге арналған журналдар, әдістемелік кітаптар жинақталды. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқушылардың да тілге деген қызығушылығын арттыру мақсатында Today a Reader, Tomorrow a Leader тақырыбында кітап бұрышы жасақталды. Бұл бұрышта әлем әдебиетінен және қызықты кітаптар ағылшын тілінде жинақталды. Кабинетте талапқа сай дидактикалық материалдармен толық қамтылған. Дидактикалық материалдар оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай орта және жоғары буын болып бөлінеді. Және әр сабақта оқушылардың алған білімдерін қалыптастыру мақсатында қалыптастырушы бағалаудың формалары және оқушылардың критериялық бағалау негізінде жүзеге асырылатын бағалаудың бірнеше формалары да жинақталған. Назарларыңызға рахмет.